Баршаңызға сәлем достар. Әлемде болып жатқан барша қызықты оқиғалармен бөлісетін Елдос ТВ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз Криштиану Роналду қанша қызбен жүргені туралы қызықты оқиғалармен паш ететін боламыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Қазіргі таңда Роналду отбасымен бақытты өмір сүріп, ол Испаниядағы модель Джорджина Родригеспен бірге. Оның бұған дейінгі қанша қызбен жүргендігін қолмен санап беру мүмкін емес. Бірақ бізге белгілі болған қыздарын айтып беретін боламыз. Роналдудың отбасы өте кедей тұратын. Сол себепті Роналду қыздардан қатты ұялатын. Криштиану Роналду әкесінің футбол мектебіне апарған сәттен-ақ қыздарға құмар екені байқалады. Бірақ бала кезінен бар қызығушылығын футболға арнаймын деп өз-өзіне талап қоя білген. Роналдудың қазіргі жетістікке жетіп отырғаны да сол талапшылдығының арқасында. Өсе келе Лиссабон командасына ауысып 22.500 еуроға келісім шартқа отырады. Басқа қалаға ауысқан футболшы өзге тілді үйренуге де тура келген, және де сағынып анасына да қоңырау шалатын. Бірақ сол кезде Роналду ешқандай қыздармен сөйлесе алмайтын. Бір кездері ақшасы қалмаған уақытта Макдональдстегі жас даяшы қызға барып, адамдардан қалған тамақты салып беруін өтінеді. Ал танымал футболшы болған уақытта сол тамақтандырған даяшыға рахметін айтады. Роналдудың ең алғашқы қызбен танысуы осы болса керек. Роналду 2003 жылы әріптесінің қарындасы Жорданнамен кездесе бастайды. Дегенмен бұл махаббат 1-2 айдан соң аяқталады. Роналдоның ойнау шеберлігі арта түскен сәтте оған көптеген танымал клубтар қызығушылық таныта бастайды. Олардың қатарында Барселона, Ливерпуль, Милан, Реал, Челси, Арсенал бар. Бірақ футболшы Манчестер Юнайтед клубын таңдап 15 миллион еуроға келісімшартқа отырады. Сонымен қатар жылына 2 миллион евро қаламақы алады. Алғашқыда Роналду Манчестер Юнайтед командасында тек заменде отырады. Ол маусым бойынша 29 ойынға қатысып, 4 гол соғады. Финалдық ойында Роналду баспен гол ұрып, командасын алға жетелейді. 3-0 есебімен басым түскен Манчестер Юнайтед Англия кубогын жеңіп алады. Англияға оралған соң португалиялық модель Карина Феранамен кездесе бастайды. Роналду Каринаны шын жақсы көреді, және де бұл қарым-қатынас 3 жылға созылады. 2005 жылы Мәскеуде өткелі отқан матчта Роналдудың әкесі қайтыс болады. Бас бапкері Луис Саларио Роналдуға үйіне қайтуға рұқсат береді, алайда футболшы алаңға шығып, ойын соңына дейін доп тебеді. Араға 1 ай салып, футболшыға қызды ұрлады деген айып тағылады. Дегенмен дәлелдерден толық болмаған себепті бұл іс қайта жабылады. Ақпараттарға сүйенсек, жеңіл жүрісті қыз осындай жолмен футболшыдан ақша өндірмек болады. Сол уақытта Роналдудың атағы дүркіреп тұрған шақта британдық актриса Джемма Актинсон